кулебяки сьомгамен қонақтарыңызды ерекше тағаммен қуантқыңыз келсе, осыны дайындап көрсеңіздер болады. Ол үшін бізге 200 грамм сүтке 80 грамм май, 20 грамм қант, 5 грамм тұз және де 5 грамм дрожж керек болады. Жақсылап араластырамыз. Әде осы сүтімізге 500 грамм ұн салып, және де қамыр дайындаймыз, жұмсақ емес, қатты емес, орташа. Кішкене осындай сүт қосып жіберемін. Ұнның грамын алғанда әртүрлі ұн фирмасына қарай болады. Сол үшін жұмсақ болып кетсе кішкене сұйықтық, егерде қатты жұмсақ болып кетсе кішкене ұн саласыздар. Қатты болып кетсе кішкене осылай сүтінен құйсаңыздар болады. Мінекей қамырымыз дайын болды. Қамырымыз көтерілгенше кішкене тындырып қоямыз. Неге осылай қамырымыз ашты, қазір мен сілерге қалай жасалу керектігін көрсетемін. Біздің кулебякиміздің қамыры дайын. Қазір бөліктерге бөліп, кулебякимізді жақсылап әдемілеп саламыз. Біздің осылай кулебякидің балығына кішкене тұз бұрышлап қамырымызды дайындап қойдым. Оның ішіне бізге осындай сливкиге кішкене ғана горчица салып, соус қылып ішіне саламыз қазір. Мінекей балығымызды тазалап қойдық. Алдын ала тазаланған, дайындалған балық. Осындай шпинат. Әдемілеп орап, қамырымыз неке осындай. Неке біз осылай кулебякимізді осындай түйіп алдық тестаны, бетіне жұмыртқа жағып, күнжіт сеуіп, қазір пісіріп аламыз. Кулебякимізді духовкаға 30 минутқа 190 градусқа осылай пісіріп аламыз. Bizim кулебякиміз пісіп шықты.
қазір арасын кесіп көрсетемін.